Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ұлттық ойындар. Тема сегодняшнего урока – национальные игры. Бүгінгі сабақта ұлттық ойын түрлерін есте сақтауды, асық ойыны туралы әңгімелеуді үйренесің. Жаңа сөздерді қайтала. Повтори новые слова. Санамақ, санамақ. Күрес, күрес. Бәйге, бәйге. Арқан тарту, арқан тарту. Ұлттық, ұлттық. Батырлық, батырлық. Тапқырлық, тапқырлық. Үйретеді, үйретеді. Жаңа сөздермен сөйлемдер құрастырайық. Давайте составим предложение с новыми словами. Первое слово «ұлттық». Это переводится «национальный». Теперь скажите, как будут национальные игры? Правильно, ұлттық ойындар. Следующее предложение. Дети играли в национальные игры. Как будет на казахском языке? Правильно. Балалар ұлттық ойындар ойнады. Келесі сөз тапқырлық. Следующее слово находчивость. Учит находчивости. Будет тапқырлыққа үйретеді. Теперь скажите, как будет игра учит находчивости? Правильно. Ойын тапқырлыққа үйретеді. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұрақтарға жауап бер. Первое упражнение. Послушай, ответь на вопросы. Қазақтың ұлттық ойындары: асық ату, арқан тарту, тоғызқұмалақ, бәйге, санамақ, қазақша күрес. Қазақтың ұлттық ойындары батырлықты, тапқырлықты қажет етеді. Сұрақ, вопрос. Қазақтың қандай ұлттық ойындарын білесің? Какие знаешь казахские национальные игры? Правильно, это есть в тексте. Асық ату, арқан тарту, тоғызқұмалақ, бәйге, санамақ, қазақша күрес. Екінші сұрақ. Ұлттық ойындар неге үйретеді? Национальные игры чему учат? Ответ правильно. Батырлықты, тапқырлыққа үйретеді. Екінші тапсырма. Суретке қара, сөйлемдер құрап жаз. Второе упражнение. Посмотри на рисунки, составь предложение. Ату – это кидать. Значит, асықты ату, кидать альчик. Иру, асықты иру – это крутить альчики. Көздеу – это целиться. Асықты көздеу – целиться в асыки. Давайте теперь составим предложение. Я кидаю альчик. Мен асықты атамын. Мен асықты иіремін. Мен асықты көздеймін. Так как здесь вместо имени мен, меняется окончание в глаголах. Атамын, иіремін, көздеймін. Теперь скажите, как будет сен асықты ата? Окончание будет правильно, атасың. Ол асықты иіре. Окончание будет д. Правильно. Бала асықты көздей. Д. Сен – это второе лицо, поэтому окончание будет сын. Ол и бала – это третье лицо, поэтому окончание будет здесь д. Үшінші тапсырма. Оқы, суретке қарап, әңгімелеп айт. Третье упражнение. Прочитай, посмотри на рисунок и
Рассказывай. Асық қазақ халқының ұлттық ойыны. Ойын барысында балалар жүгіреді, жүреді, иіледі, секіреді, иіреді, көздейді, лақтырады, атады. Асық ойыны баланы шынықтырады, мерген болуға үйретеді. Енді сұрақ, вопрос. Ойын барысында балалар не істейді? Что делают дети во время игры? Здесь вопрос не істейді. Что делают? Теперь ответим на вопрос. Правильно. Жүгіреді, бегают. Жүреді, ходят. Иіледі, наклоняются. Секіреді, прыгают. Иіреді, крутят. Көздейді, целятся. Лақтырады, кидают. Атады, тоже кидают. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.